Бәріне сәлем, сіздермен бірге Дика. Бүгін мен қазақша шолу ең бірінші рубрикам болады. Ең бірінші. Міне, көз. Мен бүгін террария деген ойынға шолу жасаймын. Сіз білсеңіз ойынды. Оны ойнаған. Міне. Менде мынандай үйім. Сосын топасный проносей бар. Крюк. Күшті бүйтіп өрмелесе болады. Жарайды, не хард модпен емеспін. Мына жерде бір мод бар, хард мод деген. Оны басып алу үшін PDLive деген сайттан баса аласыздар. Мен өзім басқа сайттан бастым. Мына жерде бір нәрсе бар екен. Киркам қойды. Свинцовая кирка. Наверное, топор. Так, мен болады тағы мынандай слабый копье. Сосын терезе. Сиқырлы. Бірде қазат екен свинцовая кирка. Басқаруда да жасыл. Айтпашы. Мен кейін Майнкрафттан не істеймін? Let's play түсірем. Так что күтіңіздер. Мына жермен крюкпен. Топасный крюк. Ой-ей. Тез барады. Итис. О, ассасинге қызмет. Но Майнкрафттан да күшті деп ойлаймын. Бірақ мына жерде механизм, включатель бар. Ана адамдар бар. Міне, қараңыздар. Магазин. Міне, ол Майнкрафттан да жоқ. Кейінгі версияларда сондай болады. Міне, әртүрлі адамдар бар. Гномдар бар. Боссдар бар. Даже 8 босс. Бір босс білем. Ол өте қиын. Ол мозг. Міне. Менде бәрі украшения бар. Ой. Оны алуымыз керек. Зашыңыздар. Ана атуымыз керек. Атуымыз. Йой. Сіз мынандай ойын ойнасаңыз, білмеймін қандай әсерге. Короче, осыны айттым. Осы ойынның аты террария. Оны Google Play'ден елі полный версиясын басып алсаңыз болады. Шын айтам. Ол жақта білмеймін неше $. Бірақ алыңыз. Басып алыңыз. Қызық ойын. Мына жерде тағы көрсетейін. Командаларға қосылса болады. PvP включитель болса болады. Міне главное меню. Сосын кейін обучение болады. Үйрету қалай ойнайды.
адам істесе болады өзіне. Пассивте ойнаса болады. Сосын кейін өзі 3 минутта таңдасаңыз болады. Не өшіріп тастаңыз. Сосын облачное сохранениеға барлық сіздің бір миріңізді сохранить етсе болады. Күте тұрам. Сіз күтпеңіз. Мен оны істемеймін қазір. Бұл видеосы ұнаса, лайк басып, мен каналға жазылыңыздар. Атыстырмен болған мен бәріне келесі кездескенше. Пока.